Ақтаудағы Батыс аймақтық кинология орталығының қызметкерлері Көкжал есімді қызметтік иттің туған күнін тойлады. Адалдығымен, төзімділігімен және батырлығымен ерекшеленетін төбет 4 жыл ішінде бірнеше рет аса ірі көлемдегі контрабандалардың жолын кескен. Жалпы еліміздің батысындағы жалғыз кинология орталығында бүгінде 16 иісшіл итті жаттықтыруда. Көкжал туған күніңмен. 2009 жылы 4 қаңтарда туылған Көкжал 4 жасқа толды. Кинология қызметкерлері қуаныш иесіне иттерге арналған консерві қосылған мерекелік тағам әзірлеп берді. Төбеттер үшін ең бастысы таза ауада серуендеу болғандықтан, оның туған күні құрметіне далада біраз ойнап секіріп жүгіруіне мүмкіндік берілді. Көкжал басқа қызметтік иттерге қарағанда сабырлы, салмақты, өзін бір қалып ұстайды. Сонымен қатар оттан да судан да қорықпайтын батыр ит. Бұл Көкжалдың басқа иттерден тағы бір ерекшелігі төзімділігінде. Аптап ыстықпен сақылдаған сараязға өте төзімді келеді. Мұндай лабрадор тұқымды иттері ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Владимир Путинде де бар екен. Өз қызметін Павлодар облысында бастаған Көкжал Ақтауға 2011 жылы ауыстырылған. Содан бері кедендік бақылау бекеттерінде жүргізілген жедел іздестіру шараларына белсене араласып, контрабандаға қатысты 10 шақты іс ашуға сеп болған. Адамның жақсы досы ғой, сатып кетпейді адамды, мысалы. Қасында қорған болады. Егер кинологқа жаңа басқа біреулер қастандық жасайын десе, сол кезде жаңа көмектеседі. Еліміздің батысындағы жалғыз кинология орталығы 2005 жылы ашылған. Мұнда қазір 16 төбет іс кесуге машықтануда. Олар қазақ-түркмен, қазақ-өзбек шекарасы мен Ақтау теңіз портындағы кедендік бақылау бекеттерінде кестеге сәйкес өз қызметтерін атқарып жатыр. Қазіргі таңда да бұл иттерге үлкен сенім артып отыр. Есірткі контрабандасын жолын кесуде жақсы жұмыс жасап, жақсы істер атқарылып жатыр. Тек кеден органдар емес, басқа да құқық қорғау органдарымен бірге бірлесіп, барлық нелерге тексерулерге барып тұрады. Қызметтік иттер бүгінде кеденшілердің сенімді серігі. Иісшіл иттердің көмегімен былтыр 4 аса ірі көлемдегі есірткі затының жолы кесілген.